Так, Филипп есептер жинағынан 102-ші есеп шығаратын боламыз. Теңдеуімізді келтіріп алайық. Так, x қосылған y, y тең болады. Y азайтылған x, dx-ға. Так, теңдеуіміздің екі жағын dx-ға емес. Так, x қосу y dx-ға бөліп тастайық. Сол кезде сол жақта y штрих, оң жағында y минус x, x плюс y қалады екен. Байқасаңыздар, теңдеуіміз бір текті теңдеу. Y-ті dx айнымалысына алмастырамыз. Y штрихті табатын болсақ, t штрих x қосылған t-ға тең болады екен. Осы алмастыруды апарып теңдеуімізге қойып, сол кезде t штрих x қосу t тең болады. Так, tx азайту x қосылған tx-ға. t штрих x қосылған t, бұл жерден бөлшектен x-ар қысқарады, сол кезде t минус 1, t плюс 1. t штрих x тең болады t минус 1, азайту t квадрат, азайту t, бөлінген t плюс 1-ге. Так, t штрих x тең болады, t-лар жойылады. Так, бөлшектің алдына минус шығарайық, t квадрат плюс 1, t плюс 1. Енді осы жерден теңдеуіміздің айнымалыларын ажырата берсек болады. Сол кезде t плюс 1 бөлінген t квадрат плюс 1. Ол бізде тең болады минус dx бөлінген x-ға. Так, екі жағынан бірден интеграл алынбайды. Сәл түрлендіру енгізуіміз керек. Так, t квадрат плюс 1 t. Так, қосылған 1 t квадрат плюс 1 t тең болады минус dx бөлінген x-ға. Дифференциалдың астына мына t-ны кіргізетін болсақ, t квадрат. Так, 2-ден 1 алдына түседі. t квадрат плюс 1. Так, мынадан бірден интеграл арктангенстік екені белгілі. Пока жазып қоя берейік. t квадрат плюс 1. Так, мына 2-ден құтылу үшін жалпы теңдеуімізді 2-ге көбейтсек болады. 2 минус 2 dx бөлінген x. Так, енді барып жалпы теңдеуімізден интеграл ала берсек болады. Так, олай болса, ол бізде ln t квадрат плюс 1 қосылған 2 арк тангенс t тең болады минус 2 ln x-қа. Так, қасында бос мүшесі бар, с. Так, енді әрмен қарай. Бізде t дегеніміз жоғарыдағы алмастырудан тауып алсақ болады. Міне, мына жерден ол бізде y бөлінген x-қа тең. Сонда ln y бөлінген x-іміз y квадрат бөлінген x квадрат қосылған 1 қосылған плюс ln x квадрат десек болады. Тең с минус 2 арктангенс t. Так, бізде логарифмнің қасиетін пайдаланайық. Y квадрат қосылған x квадрат. Аргументтер көбейтіледі. Ортасы қосу болса, тең с азайтылған 2 арктангенс t-ға аргументінде. Так, бізде t емес, бұл y бөлінген x. Так, y бөлінген x міне. Біздің теңдеуіміздің жауабы осындай түрде
болады екен. Так, видео ұнаған болса, пайдалы болса, каналға тіркеліп кетсеңіздер болады.